Адамның жаралуы. Алла тағала адамның тәнін топырақтан жасап болған соң, оның үстіне 40 жыл қайғы нөсерін, 1 жыл қуаныш жаңбырын жаудырыпты. Адамзаттың қайғы қасіреті көбірек болатыны содан екен. Құдай тағала өзінің құдіретімен адамның басын қайыр ихсанның топырағынан жасады. Ал мүбәрәк жүздерін жәннаттың топырағынан кейіптеді. Тістерін гауһардың топырағынан бәдіздеді. Оң қолын Қағбаның топырағынан, ал сол қолын Әл-Ақсанның топырағынан бедерледі. Аяғын Үндістанның, ал әуретті жерін Бабыл шаһарының топырағынан. Көкірегі кең болсын деп, кеудесін Тұранның даласынан жаратты. Арқасын Сахараның құмынан иіледі. Қыраттардың топырағы табан болды. Сондықтан адамның табаны қатты төзімді екен. Бойындағы ыстық қанын таулардың топырағынан алды. Кәусар бұлағының балшығы көзге айналды. Тәңірі тағала асқан шеберлікпен жансыз мүсінді көркіне көз тоймас жан иесіне айналдырған соң, әртүрлі жақсы қасиеттерді оның бойына дарытады. Ақылды басқа орналастырды. Иба әдеп ар ұятты жүзіне жасырды. Тағдыр қияметті маңдайына жазды. Қос иығына Кироман Катибин деп аталатын 2 періштені қондырды. Мұрнына ырзық жәннатты үрледі. Құлағына азан қауметті оқыды. Аузына кәләм шахадатты салды. 2 қолға қайыр сахауат барып жайғасты. Ізет пен құрмет тізеден орын алды. Тәттілік сезім тіліне ұялады. Кемер қуатын беліне жасырды. Нәпсісіне сабыр қанағатты жолдас қылды. Мейірімі шапағатты рухына сіңірді. Иман мен әдет көңілден жайалды. Аяғына жол шариғатты көрсетті. Содан кейін Тәңірі тағала адам рухына, адамның денесіне кір деп әмір берді. Рух ішінде бір сәуле қараңғы жайға беттегісі келмеді. Тіксініп, біраз уақыт балшық тәнге жоламады. Ұлық Алла адамның басына Мұхаммед пайғамбардың нұрын орнатты. Самасаған сансыз періште сан түрлі әуезге салып, құйқылжытып зікір салауат айта бастады. Рух пайғамбардың нұрына ғашық болып, әрі әдемі әуезге елітіп, балшық тәнге енді. Денесіне жан кіргеннен кейін адам ата түшкіріп қалды. Рух әлхамділлә деді. Онысы Құдайға сансыз мадақ болсын деген екен. Алла оған жарекім Алла деді. Мағынасы саған Алланың рахымы болсын деген екен. Сондықтан адам түшкіріп қалса, өзі әлхамділлә деп айту сүндет болды. Ал түшкіргенге жарекім Алла деу осыдан қалыпты.